Сәлем достар, домалақ бастар, қалдарыңыз қалай болып жатырсыздар? Мен үйден шығып садикке қарай бет алдым. Бүгін садикте бізде жаңа жыл. Ауа райы дегеннің быт-шыт жел соғып, не бір нормальный погода болмайды ғой, не бір дерден дұрыс қар жоқ, қара тақыр, еще жер еріп жатыр. Ужас қой. Мынау дегенің қыс емес, кәдімгі көктем мезгілі болып кетті ғой деймін осы. Айтып бүйтіп садикке топ ете түстім. Садикке келдім де сыртқы киімімді шешіп, аяғымды ауыстырып, енді садиктің ішін аралау басталды. Мына бізде балалар шешінетін жерлері. Мына жақта әдемілеп жатыр қыздарды. Мына жақта да тоже әдемілеп, қаншайымдар да әдемілеп жатыр. Бірі боянып жатыр, бірі жылап жатыр. Осылай садиктің ішінде абыр-сабыр дайындық. Менің ұлым ана жерде мені көріп қалып, фак деп менің жаныма келіп алған ғой. Құлыным, сол тәттім менің алтыным, сол ханзада болып киінгенбіз біз.